Қайырлы күн, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Ал бүгінгі бізде осындай балақ кесу және оны тігу, соны көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Мынау балақты маған мамасы белгілеп беріп жіберген клиентім. Енді менің нем деген тау осы жерден қайырып беру. Қазір осы жердің бәрін кесіп, қалай істеу керек екенін көрсететін боламын. Ал мына жерде біз деген мына бір несін белгілеп беріп жіберген жаңа түйреуішін алып тастаймыз. Содан кейін осы жерде есептейміз. 7 сантиметр ма? 7 сантиметр есептеп аламыз осылай. Өйстіп, мына жерде осындай. Мына жартысын алып тастайық, чтобы оперлоктаймыз ғой. Енді келесіне көшіру үшін бізге осылай қытай қайырып жібереміз да, осылай. Екінші жаққа көшіру үшін. Сосын міне тап солай етіп кесетін боламыз. Екінші жағына түсіру үшін осылай жағын қарап аламыз, өйстіп. Ал бізге паутина керек осындай жіңішке. Ол біздің мына астына жабыстырып отырып дегеніміз, бүйтіп оперлоктап аламыз. Егер де оперлоктарымыз жоқ болса, бір ғайыпта тігуге болады. Екінші жағын тауыз айтып оперлоктап аламыз. Екінші жағын. Енді бізге мынандай лента керек болады. Мынандай специально мына классиканың астына қойылатын лента, шалбарлардың желініп қалмау үшін қойылатын лента. Осыны біз мына жаңағы сызып алған жерге прямо астын үстіне бүйтіп тігетін боламыз. Мына жағын енді кішкене сырып қоясыздар ғой, мына балақтың астын әрі қарай сырып қоясыздар. Бірге тігіп тастамаңыздар. Өйстіп екі жағын өтіп шығамыз. Классика обычный шалбарларды осылай тігіледі. Ол джинсы сияқты тігіп тастамайды. Сосын потайной тігетін. Лентаны осылай тігіп алдым, міне. Көрдіңіздер ғой? Мындай етіп тігіп алдым. Қазір мен осыны лентаны осылай қайырамын. Сосын үстінен бастырып өтіктеймін. Мындай 1 миллиметрге кішкене аздап шығарамыз, чтобы қажап қалмауға. Мына шалбардың несі қажап қалмау үшін осылай істеледі. Бізге солай үйреткен нағыз тігіншілерде. Мына 1 миллиметрге шығып тұру мына жері. Қазір осыны өтіктеп алғаннан кейін мына ішінен потайной тігемін. Оны қазір көрсетемін. Ал қыздар, міне мынандай түсіп тігіп тастадым. Енді мынаның ішін потайной етіп көрсетемін тігуді. Осы например ішінен тігіп тұр ғой, соны потайной тігетін боламын. Так. Мынаны деген астынан деген екі ілеміз да,